Достар, сіздермен Назгүл. Бүгін керемет салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Ал сіз каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Салатымызға қажет 2 қызанақты алып, 4 бұрыштап тураймыз. Арасындағы дәнектерден тазалап, 4 бұрыштап тураймыз. Суға піскен 3 жұмыртқаны алып, сыртын тазартып, 4 бұрыштап тураймыз. Краб таяқшаларын алып, сыртын аршып, езгіштен өткіземіз. Ал енді салатымызды жасауға кірісеміз. Туралған қызанақты ең астына қойып, реттеп қоямыз. Бетіне қаймақ немесе майонез жақсаңыздар болады. Майонез немесе қаймақ жағып болғаннан кейін тұздап, келесі бөлікті салуға кірісеміз. Қызанақтың үстіне жұмыртқаны орналастырып, тағы да үстінен қаймақты құямын, тұздаймын. Жұмыртқадан кейін краб таяқшаларын қосып, үстінен қаймақ жағамыз. Салатымыздың соңғы бөлігін майда езгіштен ірімшікті өткізіп, бетін жабамыз. Ірімшікті езгіштен өткізіп болғаннан кейін жан-жағын реттейміз. Бірлесеңіз болады. Салатымыз дайын, достар, ас болсын.